Тағы да күтпеген жайт орын алды. Асылжанның бұрынғы екінші экс әйелі жаңа қатысушы боп кіріп келді. Мұны көрген Асылжан мен Айгүл екі жаққа кетті. Естеріңізге сала кетейік, Асылжан мен бірінші экс әйелі Айгүл қосылайықта қайта қосылған болатын. Желі қолданушылары жарыса жазды, неге келді? Айгүл мен Асылжанды қоса алмай жатсақ. 3 ай аз уақыт негізі. Мына әйел әдейі келіп отыр. Масқара етейін Асылжан мен Айгүлді деп. Мына Жаннаның келгені дұрыс болмады. Сырттан ақ табуға болар еді. Байды әдейі Айгүлден қызғанып келіп отыр. Байғұс балаға өте қиын болды Айгүлмен қосылғаны дұрыс. Жанна неге келмейді? Бүткіл ел келіп жатыр. Жанна бұл жерде кімді аяу керек? Жанна қазақтың сұлу, бояусыз әдемі, сабырлы, заманауи сөйлейтін келіншек. Айгүлді аяп келмеу керек пе? Әдемі қосылуға келе жатқан адамдардың ортасына келіп жағдайды нашарлатты. Айгүл де Асылжанды жақсы көргеннен жалғастырып жүрді. Мүмкін расымен өзгерген шығар деп. Оған деген ойы да өзгеріп жүрді жақсы жаққа. Мүмкін Жанна болмаса, бүгін бәрі жақсы болар ма еді. Бүгін Жанна келгеннен Асылжан сасқалақтап қалды да, Айбат айтқандай эмоциясын түсіне алмады. Не істерін білмей. Вот именно сол кезде өз-өзін қолға алып нық-нық айтып тастаса, Айгүл жалғастырады ғой. Не болса да еш нәрсеге қарамай Асылжан мен Айгүл қосылып кетіңіздер. Адамдар сондай жан-жақтан айыруға тырысады. Просто мойынсынбау керек. Әсіресе Асылжан сенің нағыз ер мінезіңді көрсететін уақыт. Деп жарыса жазды көрермендер мен желі қолданушылары. Асылжан мен Айгүл қайта қосыла ма? Жанна отбасын сақтап қала ма? Әрине ол жағы әзірге белгісіз.